Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Осы міне маусым айының соңынан бастап біздер осы мешітімізде бір үрдісті бастамақшымыз. Жалпы әр айды қорытындылап, әр айда істелген іс-шараларды, жалпы жетістіктерімізді сіздерге жеткізгіміз келеді. Әлбетте бұл жетістіктер, бұл іс-шаралар, бұл тек мешіттің қызметкерлерінің атқарған шаралар емес, бұған жалпы мешітіміздің жамағаты болып үлес қосты. Сол үшін осы мешіт жамағаты мен мешіт имамдарымыздың осы атқарған іс-шараларының қорытындысы десек болады. Бізде енді жалпы мешітіміз біраз бағыттар бойынша іс атқарады. Бұл бағыттарды біздер осы Нұр-Сұлтан қаласының өкілдігінен бағыттауымен, солардың айтқан ұсыныстарымен біз өзіміздің негізгі жұмыстарымызды бір темірқазық ретінде сол өкілдіктен бағыт аламыз. Негізгі бағыттарымыз, құрметті бауырлар, уағыз-насихат бағыты. Уағыз-насихат бағыты бойынша осы маусым айында 22 уағыз шықты. 22 уағыз шамамен бір 3000-ға тарта қаралымға ие болды. Яғни уағыздарымыз орташа 100-ге жақын, яғни қаралым болған әр уағызымыз. Сонымен қатар бізде екінші бағыттардың бірі оқу-ағарту бағыты. Оқу-ағарту өкінішке орай енді біздер негізгі осы жаз айларында арнайы лагерлер ұйымдастыратын. Жалпы мешіттеріміз биыл енді карантинге байланысты көп оқудың, жалпы шәкірттеріміз көбі онлайн режим арқылы, онлайн тәсіл арқылы сабақ дәрістер алуда. Бірақ жекелей келіп тапсырып кететіндер бар Құранға байланысты. Жалпы біздің оқу-ағарту бойынша 53 адам қазіргі уақытта дәріс алып жатыр. Оның ішінде Құран оқып жатқандар да бар, оның ішінде араб тілін оқып жатқандар да бар. Құдай қаласа келесі айларда осы оқып жатқан шәкірттеріміздің арасында сайыс ұйымдастыру жоспарда бар. Сонымен қатар бізде биылғы жыл ихсан жылы деп аталған болатын. Жалпы ихсан бағыты бойынша да біздерде біраз жұмыстар атқарылды. Әр күні бізде хэштег ихсан ілімі хэштег арқылы бізде әртүрлі баннерлар шығады. Осы әсіресе Хасан Басри, әртүрлі ұлы ғалымдар мен сахабалардың сөздерін келтіру арқылы, сонымен қатар өткен осы жылдың басында дұшпан номер 1 деген кітап, осы мешіт бас имамның осы атсалысымен осы кітабымыз жарық көрген болатын. Осы кітаптың ішіндегі негізгі ойларды, негізгі айтылған кейбір ұлы ғалымдардың айтқан сөздерін алып, осы баннерларға біз таратып жатырмыз жамағаттың арасынан. Сонымен қатар біздің тағы бір негізгі бағыттардың бірі қайырымдылық бағыты. Осы қайырымдылық бағытын әлбетте біз осы жамағатпен атсалыса отырып, жамағатпен бірге отырып істеп жатырмыз. Осы қайырымдылық бағыты бойынша осы маусым айында 30 отбасы азық-түлікпен қамтамасыз етілді. Әлбетте бұл енді біз барлық отбасыларын қамти алмаймыз. Осы негізгі алғашқы тіркелген 30 отбасыға біз осы қайырымдылық қоржындарын тараттық. Сонымен қатар 30-дан астам отбасыға киім-кешек таратылды. 5 отбасыға, енді бұл жерде 5 отбасы дегеніміз әртүрлі отбасылар бар. Кейбіреуі жаңағыдай денсаулығына байланысты, кейбіреуі жолда қалып қойған секілді осы 120 мың теңге көлемінде қаражат, яғни көмек көрсетілді. Және сонымен қатар бізде сайт жұмысы тоқтап қалған болатын. Біздің sunnet.kz сайты қайтадан іске қосылды осы маусым айында. Құдай қаласа енді арнайы жоспар құрдық. Осы бағытта біз арнайы редактор алдық, арнайы дизайнер алдық. Енді оқысылар онлайн режимде біздерге осы сайтымыздың алға басуына өздерінің үлестерін қосып жатыр. Сонымен қатар біздер біздің мешітіміздің ұстаздардың бірі Серікбол Хаман ұстазымыз бар. Ол кісі әр апта сайын біз арнайы колл-центр орталығы бар. Сол колл-центр орталығында әртүрлі сұрақтарға жауап береді. Осы бір айдың өзінде 200-ге тарта сұраққа жауап берген екен. Сонымен қатар біздің кеңес беру орталығы бар біздің мешітімізге. Сол кеңес беру орталығында бір айдың өзінде 50-ге тарта адам келіп, әртүрлі діни сұрақтар болсын, әртүрлі өмірлік мәселелерге байланысты, семьялық жанжалдар бар, әртүрлі жағдайларға байланысты ақыл кеңестер алды.
бұның кейбіреулерін біздер уағыздарымызда да айтамыз. Кейбір имам күнделігі деген бізде айдар бар, сол айдар бойынша күнделікті кейбір осы маңызды деген осы сабақ, осы мәселелерді осы иман күнделігі айдарында біз оны шығарып сіздерге жеткізіп отырмыз. Сонымен қатар мынау діни рәсімдер біздерде атқарылады. Неке қию болсын, жаназа рәсімдер болсын, бізде арнайы өзіміздің мәйітхана жұмыс істеп тұр. Осы бағыттар бойынша біздер осы өткен айда біз имам молдаларды жинап, о кісілерге кішігірім бір семинар өткіздік, жалпы діни басқарманың бағдарларын көрсеттік. Және сонымен қатар біздің мынау жұмыста бағыттарының бірі осы жатағым бағыты бойынша бізде 11-ге тарта видеолар жарық көрді. Осы жатағымды алдын алуға байланысты. Және біраз мақалалар шықты. Сонымен қатар 5 адаммен жеке кездесу ұйымдастырылды. Және сонымен қатар бізде осы мешітімізде, осы әлбетте мешітіміз осы Нұр-Сұлтан қаласы бойынша ең алғаш салынған мешіттердің бірі. Биыл мешітімізге 25 жыл толып отыр. Сондықтан осы мешітіміздің айналасында біраз шаруашылық жұмыстары да аз емес. Осы жалпы бір айдың көлемінде біздер осы жергілікті Байқоңыр әкімшілігінің ұйымдастыруымен мешіт алаңына, мешіт ауласына гүл көшеттерін екті. Сонымен қатар бізде тағы бір дәреттерді байланысты, дәретті бізде іштен кіру арқылы алатын. Сол себептен біздің кремдеріміз тез бүлініп, мешітте жаңағыдай бір жамағаттың көп шоғырлануы орын алған болатын. Сол үшін біз мешіттің дәрет алуды сырттан жасадық. Яғни сыртта арнайы біз кіреберіс дәліз жасадық. Дәліздің арнайы қысты күндерде сол дәлізге арнайы киім ілгіштер жасаймыз, Құдай қаласа. Ол іс биыл осы айда аяғына жетті. Сонымен қатар осы біздің осы жылдың басынан бастап арнайы мешітте студия жұмыс құрылысын бастаған болатынбыз. Студия құрылысы тамамдалды. Өткен осы Рамазан айында. Осы айда біз сол студияға қажетті жарықтарды алдық. Енді Құдай қаласа осы келесі айда біз жаңа камера аламыз деп отырмыз. Әлбетте бұл атқарылған іс-шаралардың тек бір қысқаша үзіндісі ғана. Енді әлбетте бұл іс-шаралар міндетті түрде осы мешіт жамағатымен ұйымдастырылуымен, мешіт жамағатының атсалысуымен іске асып отыр. Алла Тағала баршамызға осы игі істерге себеп болып жүрген, осы игі істерді атқарып жүрген бауырларымызға Алла разы болсын.